Сәлем достар, бүгінгі фильмдегі басты кейіпкер қылмыстық өмірімен айырылысқан мықты жігіт тулары. Бірақ әйелін ұрлап кеткен бандиттердің қолынан құтқару керек. Фильм балық сатып жүрген Кан мен Чон Сикті көрсетеді. Сол кезде балық базарының бастығы, арендасын төлемеген адамдарды соққылап жатады. Оған араласпай сыртынан қарап тұрады. Осы сәтте директор Ли өздеріне шақырып, бір саудагерге жолықтырады. Ол өзінің ұсынып отырған товарын көрсетеді. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Ол үлкен теңіз шаяны, алдын ала төлем жасасаңыздар арзан бағада әкеліп береміз дейді. Сонда әр шаяннан 200 мың ақша көресіңдер деп айтады. Солай шаянды Канға тастап кетеді. Ал Канның ойы бойынша осы бизнес жақсы жүзеге асатын сияқты. Ал әйелі болса ақша табу үшін екі жерде жұмыс істеп жүр. Солай екеуі кешке бірге жұмыстан қайтады. Олардың ақша үшін жұмыс істегені соншалық көлікте тамақтанады. Әйелі болса криминалды өмірден алыстағанына қуанышты. Бірақ Кан әйеліне барлық жинаған ақшаға шаянды сатып алуға жұмсап қойғандығын айтпады. Келесі кадрда бұзақылар бір жігіттің үйіне келіп қинап жатады. Сол сәтте қызы кіріп қалып, қызды өзімен тұтқынға алып кетеді. Олар жолда келе жатып, Канның машинасына соғылып қалады. Олар Канға ақша береді. Бірақ ол ақшадан бас тартып бәрін полиция арқылы шешуге бел буады. Солай көп тұрып қалғандықтан әйелі де қасына келеді. Бұзақылар бастығы далаға шығып кешірім сұрайды. Солай олар кетіп қалады. Келесі күні шаянды алам деген адамға келіп, ақшасын сұрайды. Бірақ барлық ақшасының орнына біраз бөлігін ғана береді. Солай күндер өтеді. Кан ақшадан қысылы жүргендіктен шаянды талқылап жатады. Сол мезетте қоңырау шалып, кеме белгісіз себептермен Қытайда тұрып қалғандығын айтады. Енді Канның пәтерге де төлейтін ақшасы жоқ. Әйелін банкке шақырып, қарызы жайлы хабарлама береді. Канның әйелі банктен шыққан кезде артынан белгісіз адамдар аңди бастайды. Кешке ерлі зайыптылар ресторанға барып тамақтанады. Сөйтсе бүгін Жесудың туылған күні екен. Бірақ дастархан көңілсіз болады. Себебі ақшаны үнемдеу үшін әйелі ренжіп отырады. Содан ажырасақ өкіметтен пособие аламыз дейді, бірақ Кан оған қарсы болады. Сол кезде барлық қаражатқа теңіз шаянын сатып алдым дейді. Екеуі соған ұрсып үйлеріне қайтады, жігіт шығып кетеді. Солай екеуі телефон арқылы татуласады. Тек осы сәтте өте қорқынышты жағдай болып Жесуды бандиттер ұрлап кетеді. Ал Канды жасанды жолды жауып ұстап тұрады. Үйіне келсе ешкім жоқ, үй шашылып жатыр. Әйелін кезінде жолда кездесіп қалған бандиттер алып кеткен екен. Кан полицияға барып шағымданады, ал камерада ешкім түспеген екен. Далада тұрған кезде белгісіз біреулер телефон соғады. Канға белгіленген орынға кел деп шақырады. Жігіт айтқан мекен жайға келеді. Ол жерде ешкім жоқ. Тек үлкен сөмке тұр. Біраз уақыттан кейін бандиттер қайта қоңырау соғып, сөмке ақшаға әйеліңді сат дейді. Бірақ Кан оған келіспейді. Содан полиция қызметкеріне ақшаны көрсетіп, ешқандай кері байланыс ала алмайды. Тек күңіз деп жауап қайтарады. Кан көптеген жоғалған жас қыздардың суретін көріп, өзі бұл істі шешуге кіріседі. Кан өзінің ақшасын алу үшін бастығына барады. Ол жерде қарсылық танытқаннан кейін барлығын ұрып соғады. Солай ақшасын алып, жалдамалы бұзақыларға барады. Оған барлық ақшасын беріп, теңіз шаянынан 5% беремін деп келістіреді. Үшеуі барлық жерді аралап казинға барады. Казиноның басшысы қарсы болып күзетшісін шақырады. Ол жерде Кан барлығын қопарып ақпаратты күштеп алады. Бірақ көрсетілген мекен жайға барған кезде ештеңе таппайды. Ол жердегі официанттар бұл ескі адрестікі деп айтады. Содан далаға шыққан кезде түрі таныс жігітті көріп қалады. Қасына барып терезесін тоқылдатқанда қаша бастайды. Кан терезені сындырып ұстағысы келеді, бірақ адамды жіберіп алады. Келесі күні әйелін сатып жіберген адамнан барлық жинаған ақпаратты алады. Соларды зерттеп отырғанда ол жігіт өз-өзіне қол жұмсап биіктен құлайды. Визиткада көрсетілген адрес арқылы мекен жайға келеді. Ол жерде жүргізуші жігітті кездестіреді. Оны сол жерде ұрып, өз гараждарына әкеліп тергейді. Сол кезде банктердің бастығы хабарласып, жігіті өлтір, немесе әйеліңді өлтірем деп қинай бастайды. Жігіт жүргізушіні өлтірген тәрізді болып, талдырып тастайды.
Сонда бандиттер ақшаны алып кел, әйелі де қайтарамын дейді. Жігіт жүргізушіні оятып алып, бәрін сұрап алады. Ките бандит сұлу әйелдерді сатумен айналысады екен. Жүргізуші барлық мекен жайды айтып береді. Бірақ олар үнемі мекен жайын ауыстырып отырады дейді. Келесі кадрда әйелі жесуді көрсетеді. Ол жындыхана тәріздес қорқынышты жерде, басқа қыздармен бірге жатыр. Кан мен достары прокурормын деп, полиция бөлімшесінен көрсетілген ақшаны ұрлап кетеді. Әйелін және қыздарын ұрып қойған бандты Ките аямай ұрып жатыр. Әйелдер товар, бұзылған товарды ешкім алмайды деп сабап тастайды. Полиция бөлімшесінен ақшаны Кан алғанын біліп, оған хабарласады. Бірақ Кан әйелін құтқарғаннан кейін берілем дейді. Ал әйелі қақсындағы құрбысы екеуі қашпақшы болып, терездегі торды ашып секіріп кетеді. Содан жолдан көлік тоқтатып қашып кетеді. Бірақ оны бандиттер ұстап алады. Кан айтылған жерге келіп, әйелін іздей бастайды. Қабат-қабат этаждардан бұзақыларды соғып жан-жаққа шашып тастайды. Солай басты бөлмеге келеді. Ол жерде жақсы төбелесетін бандит күтіп алады. Олар ұзақ төбелесіп жеңіп кетеді. Ал екі досы сыртта тұрған қыздарды құтқарып алады. Кан әйелі жатқан бөлмеге келіп, қашып кеткенін біліп қояды. Солай жолға шығып, іздеп жүріп алдынан Китені кездестіріп қалады. Артынан қуып отыра оны жолдан тайдырып жібереді. Бірақ Ките қолына балта алып, Канға қарай бара жатыр. Бірақ Кан оны ұстап алып, әбден соғып талыдырып тастайды. Солай әйеліне барып құшақтайды. Келесі күні теледидардан Канның арқасында әйел саудасымен айналысатын ұйымды ұстағанын айтып жатады. Күндер өтіп Канның Қытай шекарасында тұрған кемесі қайтарылып, олар теңіз шаяны атты мейрамхана ашып, байып кетеді. Достар, фильм ұнаса 1-ден 10-ға дейін бағалау жүйесінде комментарийге бағалап кетсеңіздер.